Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Тыныштағы дене бір қалыпты күйде қозғала отырып, тек қозғалысының 5 секундта 90 см жол жүрген болса, онда 7 секундта жүрген жолы неге тең дейді. Балалар, бұл есепті шығару үшін біз сұлбамен жұмыс істесек болған екен. Егер сұлбаны дұрыстап отырып үйреніп алсақ, онда есебіміз өте оңай шыға келеді екен. 5 секунд дегеніміз не? Ол 1 секунд жүрді балалар. Яғни біз жалпы 5 секундта жүрген жолдан 4 секундта жүрген жолды алып тастаған кезде, яғни сол 5 секундта, яғни сол 1 секундта жүрген жол 90 см екен. Ал 7 секундтағы дегеніміз 6 секундта жүрген жолдан, 6 секундта жүрген жолдан 7 секундтағы жүрген жолды алып тастасақ, яғни бізде ол 7 секундта жүрген жол шыға келеді екен. Бұл жерде де 1 секунд жол жүріпті. Енді осы айтқанымызды балалар екі жағдай үшін де жазайық. Бірінші, 5 секундта жүрген жол үшін жазайық. Дельта S 5 сұлбаға қарап балалар. Жалпы 5 секундта жүрген жолдан 4 секундта жүрген жолды алып тастаймыз. Екінші, 7 секундта жүрген жолды жазайық. 7 секундта жүрген жолды. Яғни 7 секундта жүрген жолдан біз 6 секундта жүрген жолды алып тастаймыз. Екеуінде де 1 секунд жол жүрді балалар. Енді 5 секундта жүрген жолды 5 секундта жүрген жолды табу үшін бастапқы тыныштан қозғалған, сонда бастапқы жылдамдық жоқ. Бірден А-5 квадрат бөлінген 2 деп жазып қояйық балалар. Үшіншіден де болсын бұл бізден 4 секундта жүрген жолды тауып алайық балалар. 4 секундта жүрген жолды. А-4-тің квадраты бөлінген 2. 3 пен 4-ті бірге қойық деп жазып қояйық балалар. 3 пен 4-ті бірге қоямыз. Сонымен 5 секундта жүрген жолға арналған формуланы толығымен қорытып шығардық. А бөлінген 2-ні жақсынан сыртына шығара салайық балалар. Сонда Т5-тің квадраты алынған Т4-тің квадраты болды. Бұл біздің 5-тен де болсын. Енді 7 секундта жүрген жолдың формуласы да тура осындай екен балалар. А бөлінген 2 бөлінген Т7-нің квадраты алынған Т6-нің квадраты болады екен. Бұл біздің 6-тен де болсын. Енді балалар, біз біздің S7 үшін жаздық балалар. S7 үшін жаздық. Сондықтан 6-ны 5-ке бөлек деп жазып қойдық балалар. 6-ны 5-ке бөлеміз де, сонда біз бір белгісінен құтыламыз. Өйткені бұлардың үдеуі бірдей. Сондықтан А бөлінген 2, 2 бөлінген А, алым бөлімі кері айландырып жаза саламыз. Т7-нің квадраты алынған Т6-нің квадраты бөлінген Т5-тің квадраты алынған Т4-тің квадраты тең болады. Дельта S7 бөлінген дельта S5. Тетіштендеу. Енді қысқартатын қысқартып жерек балар. 2 мен 2, А мен А қысқарсын. Осы жерден дельта S7-ні өрнектеп шығарып алайық балар. Дельта S7 тең болады. Дельта S5 бөлшектің алымына барады. Дельта S5 Т7-нің квадраты алынған Т6-нің квадраты бөлінген Т5-тің квадраты алынған Т4-тің квадраты. Бұл біздің 8-тен де болды. Орнына қойып есептеп шығара саламыз. Барлығы бар. Сонда бұл есебіміз балалар сұлбаға қарай отырып, яғни тәжірибе жасай отырып есеп шығарып едік. Есебіміз өте оңай болып кетті. 90 см 0,19, жақшаның ішінде 49 мынарда метр балар. 49 секунд квадрат, 7 квадрат 49, 36 секунд квадрат, 25 секунд квадрат минус 16 секунд квадрат. Бірлігі де шықты балар. Секунд квадрат пен секунд квадрат қысқартып жібереміз. Қысқартып жібереміз. Сонда бізде 49-дан 36-ны алсақ 13, 9 мен 9 қысқарады. Сонда 0,1-ге 13 көбейтсек 1,13 ауызша шығара салдық. 1,13 метр
жол жүріпті. Сонда 7 секундта болар дельта S7 тең 1,3 метр жол жүріпті. Енді бір екінші тәсілмен шығарып көрейікші бала, екінші тәсіл. Жазып қойық. Тағы да соны жазамыз. Дельта S5 тең болады А бөлінген 2 Т5-тің квадраты минус Т4-тің квадраты. Бұл бірінші теңдеу болсын. Осы жерден балар А-ны тауып алайықшы балар. Сонымен бізде 0,9 тең болады А бөлінген 2 25 секундтың квадраты алынған 16 секундтың квадраты тең болады А бөлінген 2 көбейтілген 9 секунд квадрат болады. Е балар. Сонымен тағы да 9 мен 9-ды қысқартып жібереміз. Сонда бізде А дегеніміз 0,2 метр секунд квадрат. Енді бұны тесте сіздерге қайсысы өте уақытты, қайсында үнемдеп, қайсына тез шапшаң шығарасыздар, соны пайдаланған жақсы ғой. Сонымен дельта S7 бізде А бөлінген 2 Т7-нің квадраты алынған Т6-нің квадраты болып. Орнына қоямыз. 0,2 метр секунд квадрат 49 секунд квадрат алынған 36 секунд квадрат екен. Сонымен дельта S7-міз 1,10 мына жерде тағы да екісі бар. Сонда дәл шығады. 1,13 метр шығады екен. Енді өздеріңіз тестке дайындалу кезінде, немесе тестте шығару кезінде қайсысын тиімді деп ойласаңыздар, сол жолмен, сол тәсілмен шығаруларыңызға болады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.